Артық салмақтан айырылу үшін тек қана ПП-да емес, осылай қимыл зарядкалер жасау керек екен. Мотивация беретін чат ашып қойдым, күшті енді. Бірақ та нанға шыдай алмай жатырмын ғой, қыздар, нанды жақсы көре, маймен жегенше. Сөйтіп интернетте іздеп отырсам, ПП нан деген бар екен ғой, семіртпейтін нан, дрожсыз нан деген, соны тауып алдым. Жасалуы да өте оңай екен. Кеше қолмен осылай фук-фук етіп жасап қойғам ғой, 2 күнге жетті да. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут, сосын асқабақтың дәнектерін сеуіп қойса өте әдемі болады екен. Балдарыма да қатты ұнады. Енді балдарым да дұрыс тамақтансын, дрожсыз нан жесін деп осыны беретін болдым. Асқабақтың дәнегінде жегізе алмайтын едім, ол да пайдалы ғой, іште құрттарды түсіреді дейді, жақсы болды ғой дейді. Мен күніне өзім 2 кусогын жесем жетеді. Біреуіне бутерброд қылып істеп жеймін, екіншісіне май жағып жеймін. Обязательно, білмеймін, майды жақсы көремін ғой. Сториске нанның рецепті деп көп адам сұрап жатыр екен, сол үшін сіздерге арнайы шығарып жатырмын. Бір нәтижеге жеткісі келген адам негізі ізденсе, результатқа обязательно жетеді деп ойлаймын. Мен инстаграмда іздеп отырып осы Айсұлу Нұрадин қызының парақшасын көріп, енді таңғалдым, күшті, парақшасы да күшті, рецепттері де күшті. Осы қыздан мен сатып алдым. Ол теміртпейтін, тойымды жүретін нандардың рецептісі. Ол жерде бір-ақ нан емес, көп нанның түрлері бар, және де нанның рецептісін бір сатып алсаңыздар, ол жерде күнде күшті рецепттер салып отырады. Ол жабық каналда болады. Данныйлар керек болса, сіздерге астына жазып кетемін, соған хабарласып отырып алсаңыздар болады. Менен қалай результат байқалама, қалай ойлайсыздар? Менің чатыма да қосылып алыңыздар. Марафон